Армысыздар ардақ тағайын, сәлеметсіздер ме? Қадірменді теледидар көрермендері, Күншығылалы тәуелсіз еліміздің тағы бір жайма шуақ таңында дидарласып тұрғанымызға қуанышымыз шексіз деп, кезектегі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгін бағдарламамызда қазақтар байырдан шоғырланған Төмен Шыршық аудандағы ағайындардың тыныс-тіршілігі жайлы сыр шертпекпіз. Көріп, тамашалаңыздар. Ауданда абаттанып ажарланған ауылдар аз емес. Солардың қатарында айтулы Абай ауылының алар орны ерекше. Соңғы кездері жасарып жаңғырған елді мекендегі ағайынның тыныс-тіршілігі айтарлықтай. Мына біздің көшеге еліміз Абай ауылы деп аталады қазір. Бұның тарихы бұл жерде барлық қазақтар отырғандығы үшін мына көшеге отырады. Көшеге енді бұл шаншылатадан таралған қазақтардан. Соның үшін осы елімізді 94 жылдан бастап Абай ауылы деп аталады. Сол Абай ауылы болып жүргізіп жатырмыз қазір. Бұл көшек ауылы 3 ауыл болатын болса, осы қара шаңырағы болады осы жер. Шаншылдан тараған, Күрпік баласынан өткен көшек балдарымыз. Ынтымақпен осы Жаннат Макан Өзбекстанда жасып келіп жатырмыз. Еліміз өсіп, өніп келіп жатыр, өркендеп жатыр. Президентіміздің қолдауымен сулар кіріп жатыр, газдер кіріп жатыр, светтеріміз жанып жатыр. Құдайға шүкір, халықтың әлеуметтік жағдайы жақсы қазіргі кезде. Біздің де елімізде оннан астам ұлт өкілдері жасап жатыр, татулықпен, ынтымақпен осы дәрежеге жетіп келіп жатырмыз. Халқымыз тоқ, Құдайға шүкір. Тыныштық заманда, бейбітшілік заманда өсіп, өніп, осы Ташкент облысында жасап келе жатқан жайымыз бар. Бұл жағында Шыршық лауырасы, бұл жағында Аңгерен дариясы бар, бұл жағында Сырдария дариямыз бар. Ортада өсіп, өніп келе жатқан жағдайымыз бар. Нулы да сулы аймақ қашанда заманына сай түрленіп түстеніп отырған. Бүгінде де еңбекке етене жақын халық қолда бар мүмкіндікті пайдаланып, айналасын әсем көрініске бөлеп отыр. Ауылымыз 9 ауылдан құралған болып, 70% астамы қазақтар болады. Ода Шаншықыл атамыздан тараған 5 ауыл, көшек, орта жүздегі қарайтын Найман елі тұрады. Ауылымыз бейбітшілік, және ауылымыз шаруашылық, диқаншылық, және балықшылықпен шұғылданып келіп жатыр. Атына зат сай аталмыш ауылда балалар ана тілінде білім алады. Өскелең ұрпақтың санасы ұлттық құндылықпен суарылып, салт дәстүрмен әдет ғұрып сіңдірілуде. Осы үлкен мектеп, Абай атындағы мектеп. Мектебімізде 316 оқушы бар, 35 мұғалім бар. Оқушыларымыз білімі жақсы, олимпиадаларға қатынасып, алдыңғы орындарды алып келіп жатыр әр жылы. Ондаған оқушыларымыз институттарға кіріп жатыр. Биылда 15 оқушымыз институтқа кірді. Соның 4-ені мақтанып айталам, өз білімі, өзінің жағы жетіп тұрған салахатыменен грант асасында институтқа кіріп кетті. Қазіргі кезде 80% оқытушым осы мектепті үздік бағалармен бітіріп, институттарда оқып, келіп, өзінің ұстаздарының жолын алып, өзіміз мектептеміз сабақ беріп жатыр. Олимпиадада кешегіде қазақ тілінен 2 орын алдық, дәулет тілінен орын алдық. Мектебімді білім саласында үздік деп өзім бағалай аламын. Абат ауыл бағдарламасы аясында өзгерген, қажетті барлық жағдай жаратылған әлеуметтік нысандар арасында балалар бақшасы да бар. Бүлдіршіндердің бақытты кезеңін ойдағыдай ұйымдастырып, жарқын болашағына қызмет етер мүмкіндіктер жаратылған мектепке дейінгі тәлім-тәрбие мекемесі де білікті кадрлармен қамтамасыз етілген. Бақшамыз 110-таға мөлшерленген. Қазіргі күнде 105 баламен істеп жатырмыз. Бақшада 4 группа бар. Таярлау группасы, катта группа, орта группа, кіші группа бар. Әртүрлі ұлт балдары келеді. Біз олармен жұмыс жасаймыз. Балаларға білім береміз. Әріптерді танытамыз. Тақпақтар жаттайды. Сосын түрлі тұман ойындар, суреттер сызамыз, табиғатқа шығып, түрлі тұман ұлттық ойындар, сол сияқты ойындар ойнайды. Келешекте біздің бақшадан шыққан перзенттер жақсы адам болып жетуіне үлкен үлесімізді қосуда әрекеттеміз. Денсаулық терең байлық, ел саулығы мен ұрпақ болашағы жолында сапалы қызмет көрсетіп жатқан ауылдағы дәрігерлік пунктте де қажетті жағдай жаратылған. Абай қышлақ шифокорлық пунктimiz Абай mahallasiga xizmat qiladi. Aholimiz 3277 iborat. Bizni OSHPimiz Obod mahalla dasturi bo'yicha qayta rekonstruksiya qilindi va yangi jihozlar bilan, yangi kompyuter asbob-uskunalar bilan ta'minlandi. Bu yerda muolaja xonamiz bor va kunduzgi shifoxonamiz bor. Hozirgi kunda xonalarimiz hammasi kompyuterlar bilan ta'minlangan. Tibbiy sug'urta o'tish jarayonidamiz va mobil aloqalar yaxshi yo'lga qo'yilib,
shu hamshiralarimiz kelgan aholini elektron tizimga kirgizyapti va raqamlashtirish orqali aholiga yengillik yaratilyapti. Ағайын көріп куәсі болғаныңыздай, бүгініне дән риза халық бақытты өмір сүруде. Төрт құбылас түгел, терезесі тең, түтіні түзу тұрғындардың үкіметке айтар алғысы аз емес. Ауылымыздың бірлігі жақсы, балдар өсіп жатыр, келіндер жақсы келіндер келіп жатыр. Бәрін ынтыбағымыз беріп, ақыл миллет бірге ынтыбақ болып жасаймыз. Жолдарымыз абат болып, көркейіп жатыр күннен күнге. Бәріміз ынтыбағымыз берсін, ауылымыздың бірлігі жоғалмасын. Жылдан жылға жер бетін жаулап жатқан электр энергиясы мәселесі біздің елге де таныс. Сондықтан соңғы жылдары үкімет аталмыш мәселені саясат дәрежесіне көтеріп, оның оң шешім табу үшін қажетті іс-шараларды әлдеқашан бастап жіберген. Президентіміздің тиісті шешімдерімен 2025 жылда яшыл энергетика ва яшыл иqtisodiyot жылы мұнасабаты білен Абай ауылында республика бойынша бірінші фотоэлектростанциясы құрылды. Оның атқаратын қызметі осы Абай ауылындағы 987 үйдің, 827 отбасының, 4032 тұрғындардың жылына 422 мың киловаттан, айына 66.200 киловаттан, күніне 8 сағат жұмыс істеуімен осы алименттік тізімде тұрған барлық отбасыларға тегін энергияны жеткізіп беру қысапталынады. Қазіргі күнде осы іс бойынша Абай ауылында 3 адамды осы жерге іспен банд қылдық. Олардың отбасыларындағы адамдарды субсидия беру арқылы олардың бандтығы тамамданды. Қала берсе, осы ауылымызда Абат махалла мұнасабаты білен барлық жерлер тазаланды. Абат махаллаға қосып атқан қызметімізден қуаныштамыз. Ауылына қарап азаматын таны дейді дана халық. Қашанда қай елде де тізгін ұстап, өзі үшін емес, өзгелер үшін өмір сүретін атпал азаматтың болары айдан анық. Абай ауылында да 8 қырлы бір сырлы, ел үшін емірендер ерлер аз емес. Мені ауылда ел ағасы дейді да, ауылда көпшілік ауылды тұрғындарымыз ел ағасы дейді, ауыл ағасы деп айтады. Неге? Мені пенсия шыққан екен істеп жүрбедім. Абайдың 175 жылдық болды да. Біз енді Абайдан бір ескерткіш болсын деп, осы Абай ауыл көшег еліне арка құрдым. Ауылдағылар келіп көпшілік бата береді да. Сол батаның арқасы болса керек. Мені балам оқуға кірді. 2021 жылы Алматыға транспорт университетке кірді. Мен ойлаймын, сол минеттің арқасынан, көпшіліктің батасы арқасынан ниетім қабыл болсын деп берді. Мен ниетім балам оқыса еді дедім. Кейін шалдар қайерде мереке болса барар еді, маған отырып алып дуа қылар еді. Анау менет қыласың, сені білемін, сенің балдарыңды білемін, сендер ешбайтын отбасын білемін. Рахмет саған, рахмет деп. Көпшіліктің батасының арқасы ауылымызда арка болды. Елдің басын қосып, осы күнге келіп атым. Мені көрген балдарым, мен жолыма жүрсін деймін да. Жылда бір ауылда бір өзінен бір бауқаса деймін да. Өнегелі отаудың өрісі кең. Ауылда айналаға үлгі болар түтіні түзу отбасылар аз емес. Солардың қатарында өсіп өнген Ешбаевтар әулетінің алар орны ерекше. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қызым өсе елдің көрді деген сөзі, қапысыз қалай айтқан қайран маған. Қызым өсе елдің көрді деген сөзі, қапысыз қалай айтқан қайран маған. Намысын бермеу үшін жатқа қоғай, арулар аз болды май атқа қонған. Үміттің қосқанды епілемін, аяулы әлиямен жүрмін. Осы отанға келгенімде құрақ жастықтар, осындай паяндаздар бәрін енем алып тігер еді. Содан бізге қаған өрнек. Осы жастарға үйретіп жатырмыз. Міне жастарам алып кетсін деп, осы құрақ көрпешелердің бәрін құрап, жастықтарды
жиылып осы әулетте мына салт дәстүріміз болған құрақтарды құраймыз. Мына балдарымызды, немере қыздарымызды алдымызға алып, бұл неге құрақ не? Жастарымыз құралып кетсін келешекте деп, құрақ жастық, құрақ көрпелерді не қыламыз, мына соларды оларды кейін қып болып қыздарымыз себіне қыламыз. Қыздарын алып өздерінің қыздарына үйретеді. Мына салт дәстүріміз, құрақтарымыз естен шықпасын деп, осыларды үйретіп тұрамыз. Мына қолдан өзіміз енді байрамдарда 8 март, Наурыз мерекелерінде кисін деп осындай сәукейліктерді қолдан өзім онша-мұнша жасап тұрамыз. Мына келіндерден келіп жәрдем қылып, бір-бірімізге үйретіп, не қылып тұрамыз, тойларда киіп тұрады. Мына әзір тойларда келіндеріміз бәрі бір түрлі киініп шығады. Осы әулетте біреуіміз қыз ұзататын болса, бәріміз жабылып құрағын істейміз, көрпе төсегін істейміз, мына оюлық қазақтың ою көрпешелерін істейміз. Қазақ дәстүрін жалғастырып кетеміз. Ертең әулеттен әулетке өте берсіндер, жоғалып кетпесін деп қазақ дәстүрі. Сөйтіп қолымыздан келгенше барлық нәрсені өз андайымен болсын дейміз ғой енді. Осы жерде қазақ мектебім бар, балдарымыз қазақшаға оқиды, қазақ салттары бар. Мына қыздарымыздан қазақшада оқып, қазақша өлеңдер біледі. Оны біз үйде ата-аналар үйретіп тұрамыз, қазақша бүйтіп, не қылып, естен шықпасын онша-мұнша сөздеріміз деп. Салт дәстүрлерімізді үйретіп тұрамыз. Ата-ананы қайтып құрметтеу нелерін бәрін мына ата-аналар бәрі үйретіп тұрады неберелерімізге. Ешбаевтар әулетіне түскеніме мына 32 жыл болыпты. Келгеніміз әйтеуір енеміз тәлім берді, үйретті. Мына осы үлкен семьяға түсті. Мына абысын қайнағаларымен ежелден айтып келеді. Ағайын тату болса ат көп дейді. Абысын тату болса ас көп дейді. Міне шүкіршілік, ынтымақтымыз, барлығымыз біргелесіп жұмыс жасаймыз. Мына неберелерге үйретіп әйтеуір. Неберелерден ұзаттық, бәріміз неберелі болып. Небере келін алдық. Енеміздің беріп кеткен тәрбиесін алып, осы дәрежеге жетіп отырмыз. Мен де осы отбасыға келін болғаныма Құдай қаласа 24 жыл болады. 24 жылдан бері осы абысын ажындарымның арқасынан жолынан қуып келіп жатырмын. Енемнің тәрбиесін алдым, Құдайға шүкір. Абысын ажындардың барлығы жақсы, ынтымақтымыз. Білмегендерім осы абысын ажындардың бәрін үйретті. Мың алғыс айтамын барлығына. Мен осы Ешбаевтар әулетіне келгенімде 10 жылдан асып кетіпті. Осы әулетке келгенімге өкінбеймін, өте жақсы семья. Осы әулетке келін болып келгенде жас едіміз, мені оқытты, өсіріп жатыр, әйтеуір тәрбие алып, осы дәрежеге жетіп келдік. Енемге, атамға, жұбайымға үлкен рахмет айтамын. Мен осы әулеттің ең кіші келін есептелемін. Мен бұл әулетке келгенімде де жас едік. Міне осы енелерімізден, жеңгелерімізден осы әулеттің салт дәстүрлеріне үйреніп келе жатырмыз. Аллаға шүкір, осы әулетке келін болып түскенімнен соң мені оқытты. Қазірде мұғалім болып жұмыс істеп жатырмыз. Тағы да оқуларымызды жалғастырып, жас ұрпақтарға білім беруді жалғастырып жатырмыз. Осы әулетке келін болып түскеніне үлкен рахметтер айтамын. Әрбір келген қонақтарға, жолда үлкендерге жолды кеспей өтеміз. Салт дәстүрімізді жоғалтпау үшін осы орамалымызды, осы қазақы киімдерімізді киіп сәлем саламыз. Бұлай сәлем саламыз, мәселен үлкендерді көргенде. Елімізде бірлігі бекем, ынтымағы жарасқан отбасылар аз емес. Солардың қатарында әңгімемізге арқау болған Абай ауылындағы әулеттердің өз ерекшелігі бар. Өйткені елдің абаттанып, көрікті жерге айналуы айрандай үйіп отырған жанұялардың арқасы әрине. Сөздің сәті келгенде шаттығы шалқып, айналаға үлгі болып отырған отбасылардың қатары бұдан да арта берсін дейміз.
жерді көрген сайын шымырлайдау жүрегіміз арын жайлап ертіс бойлап арман қуып алыс тойлап ұзасақ та тауыңнан біз кіндік қаны тамған жерден бәр жұртымыз қалған жерде кет алмаппыз ауылдан біз кіндік қаны тамған жерден бәр жұртымыз қалған жерде кет алмаппыз ауылдан біз Түркелінің төрі болған, биік рухы өрі болған, қара қорым қайран мекен, қайта барсам деймін, бір белгің боп қалсам деймін, бара алмасам арманды қайта барсам деймін, бір белгің боп қалсам деймін, бара алмасам арманды өтем, бара алмасам арманды өтем, Өтіп жатқан айлар мен жылдардың өзіндік тартуы мен сыйы бар демекші, бүгінгі әрбір күніміз ғанибет. Сондықтан азатта абат елде жасап жатқан сіз көрерменнің отбасыларына тыныштық пен амандық, құт береке тілей отыра, бүгінгі бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше көріскенше күн жақсы ағайын. Аспанымыз әрқашан ашық, күніміз қашанда шуақты болсын.